Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қуандық Аршын. Бүгін біз HTML CSS кіріспе сабағын өтеміз. HTML кіріспе сабағында жалпы фронтенд және бэкенд деген түсінік бар. Біздің HTML CSS және JavaScript курсымыз ол фронтендке жатады. Енді фронтенд, бэкенд деген ол не? Фронтенд дегеніміз сайттың адамның көзіне көрінетін жағы, ал бэкенд дегеніміз адамның көзіне көрінбейтін, бірақ өте оған қарағанда өте көп функцияларды атқарып отырған адамның көзіне көрінбейтін жағы. Мысалы айта кетсек, мына жерде адамның көзіне көрінетін жағында поисковой форма, кнопкалар, суреттер тұратын болса, сіз поисковойға бір алма деген сөз іздесеңіз, сізге 100 мыңдаған сөздің ішінен алма деген сөзді тауып берсе, сол іздеу процесі сіздің көзіңізге көрінбейді, бірақ оның бәрін атқарып отырған осы тілдер. Сонда фронтендті құрастырушы тілдер HTML, CSS және JavaScript, ал бэкендті құрастырушы тілдер Python, Java, Ruby, PHP, C# деген сияқты. Негізінен осы тілдер. Енді келесі. Осы курстың мазмұнын айта кетсем, бұл курста HTML-дің негізгі барлық ортада келетін тақырыптар қамтылды, және барлық баспалардағы кездесетін тақырыптың барлығын қамтып алдық. Ешқандай тақырып қалған жоқ. Бұл жерде кіріспе, олардың элементтері, суретпен жұмыс, кестелер, тізімдер, iframe деген сияқты бұның барлық ОБТ-да келеді, және мына жерде CSS-те барлық тақырыптар негізі қамтылды. Ал енді JavaScript-ке келсек, бұл JavaScript тілі өте үлкен тіл. Бұл тілдің барлығын өтудің керегі жоқ, тек ОБТ-да келетін тақырыптардың барлығын жинап алдым. Соны ғана түсіндіріп өтетін боламын. Енді HTML дегеніміз не? Оның бірнеше мағынасы бар екен, соларға жеке-жеке тоқталайық. Біріншісі, HTML-дің мағынасы ол гипертекст деген сөз, ағылшынша Hypertext Markup Language деген сөзден шыққан. Келесі мағынасы веб-беттерді жасауға арналған стандартты белгілеу тілі дейді. Келесі мағынасын қарайық, беттің құрылымын сипаттайды дейді. Келесі бірнеше элементтерден тұрады. Тағы бір мағынасын қарап көрейік, элементтерді браузерге мазмұнды қалай көрсету керектігін айтады. Соңғысы элементтердің мазмұн бөліктерін белгілейді. Мысалы, бұл тақырып, бұл абзац, бұл сілтеме деген сияқты. Енді қарапайым тілмен айтсам, дайын базада тұрған элементтерді экранға көрсету үшін шақырып беретін тіл. Мысалы, сізге текст керек болса, тексттің кодын жазу керексіз, ол сізге шақырып береді. Яғни базадағы текстті, кнопканы, бүкіл элементтердің бәрін экранға шақырып беруші тіл ол HTML тілі. Келесі. Енді CSS дегеніміз не? Оның екі түрлі мағынасы бар екен. Біріншісі, CSS каскадты стиль кестелері дейді. Келесі. CSS HTML элементтерінің экранда, қағазда немесе басқа медиада қалай көрсетілетінін сипаттайды. Ол не деген сөз? Мысалы, HTML CSS қосылмай тұрған кезде былай болады, ал CSS қосылғаннан кейін былай боялып әдемі болып кетеді. Мен осы суреттерді сіздер үшін түсінікті болсын деп әдейі жинап келдім. Тағы бір мысалды қарастырайық. Мысалы, HTML CSS жоқ кезде тек қана қаңқа сияқты болып тұрады, ал CSS қосылғаннан кейін мынандай полноценный адам болады деген сияқты. Ал оның нақты сайтта элементтерді қалай өңдейтіні туралы суретті қарастырайық. Мысалы, мынау кнопка тұр. Осыны бас деген сияқты. Бұл бірінші кнопка, бұл HTML, яғни CSS жоқ кезде осылай көрінеді. Ал бұған CSS қосылғаннан кейін осылай боялған, мына жерлері төртбұрышты емес кішкене доғылданған деген сияқты әдемі болады. Яғни сонда CSS-тің қызметі ол әдемілеуші, әрлеуші, бояушы, орын ауыстырушы және көлемін өзгертуші деген сөз. Кеттік. Жалпы сайттың құрылымына қарастыратын болсақ, сайттың құрылымы 3 түрге бөлінеді. Біріншісі басы сайттың денесі және сайттың аяқ жағы деп. Сайттың басы header деген HTML тегтің ішінде ғана болады.
бұл тегтің ішіне сайттың бетіне көрінетін заттарды салуға болмайды. Бұл өзінің жаңағы тәртібі бар. Хедердің ішіне тек қана сайтқа керекті сілтемелерді, яғни сайтпен HTML мен CSS-тің байланысын сипаттайтын кодтарды, тек қана байланыс кодтарды қойған дұрыс. Ал адамның көзіне көрінетін бүкіл элементтерді сайттың денесінің ішінде қояды, яғни body тегінің ішіне қояды. Ал footer деген сөз ол подвал деген сөзден шыққан, бірақ сайттың төменгі жағы дегеніміз дұрыс сияқты. Бұл сайттың төменгі жағы footer деген, яғни body біткен жерден ары қарай қойылады. Бұл жерде көбінде жаңағы соңғы кері байланыс ақпараттары және JavaScript пен сілтемелер қойылады. Яғни сайтты құрастырған кезде осы үш тәртіпке бағына отырып құрастырған өте дұрыс. Себебі ретті болады. Келесі, енді HTML кодының құрылысына қарайық. Тег дегеніміз не? Тег дегеніміз ашылып жабылатын HTML-дің коды. Ол мысалы P болып ашылса былай, яғни P болып жабылды. H1 деп ашылса H1 деп жабылады. Div деп ашылса div деп жабылады. Егер осы тегтің ішінде қандай да бір сөз болса, ол осы тегтің мазмұны болады. Және тегтің ішіне атрибуттар және атрибуттың мазмұны, содан кейін тегтің мазмұны, тегтің жабылған жері. Осыны қарастырайық. Мысалы, A деген тег мына жерде сары түспен ашылды, және A деген тег жабылды. Және бұның ішінде тағы да бір кодтар қосылып кетті. Бұл не? Бұл жердегі href дегеніміз ол атрибут, ал hrefтен кейін тең және қос нүкте тұр ғой. Осы қос нүктенің ішіндегі мазмұн ол атрибут мәні. Ал тегтің мәні, мынау тегтің басы үшбұрышта аяқталып, екінші тегтің ортасында мына ссылка деген сөз ол тегтің мәні болады. Болмаса тегтің мазмұны. Кеттік. Енді CSS кодының мазмұнына қарайық. Мен H1 деген сөзге екі CSS сипаттаманы енгіздім. Яғни түсі, H1 деген тақырып деген сөз болса, бұның түсі қызыл болсын дедім. Бұл H1-дің қарып көлемі, яғни фонт шрифт размері 22 пиксель болсын дедім. Осы жердегі біріншісі мынау сипаттама, мынау сипаттаманың мәні. Яғни түсі қызыл болсын дедік. Түсі дегеніміз оның сипаттамасы, оның қызыл болсын дегеніміз оның мәні. Қарып көлемі ол 22 пиксель болсын дедік. Яғни мынау сипаттамасы, мынау оның мәні. Жалпы CSS кодының құрылысы осындай. Ал жүйелі жақша ашылып, жүйелі жақша жабылса, H1-ге берілетін барлық мазмұндар, сипаттамалар осы бір жүйелі жақшаның ішіне тиесілі болады. HTML тегінің ең алғашқы тегтерінің түсіндірмесін айта кетсек, мысалы H1 ол тақырып деген сөз. H2 оған қарағанда кішкене, размері кішкене тақырып. H3 оған қарағанда кішкене, размері кіші тақырып деген сөз. Жалпы тақырыптар 6 түрлі болады. Яғни H1-ден бастап H6-ға дейін. H1 ең маңызды тақырып, H6 ол маңыздылығы ең төмен тақырып деген сөз. Мысалы P деген ол, P деген тег, ол абзац деген сөз. Абзацқа жауапты тег. Егер біз P деп жазып оның ішінде қандай да бір сөз жазсақ, ол осы P тегінің мазмұны, білесіздер. P тегінің сипаттамасы P элементі абзацты анықтайды. Абзац әрқашан жаңа жолдан басталады және браузерлер абзацтың алдында және одан кейін автоматты түрде бос орын қосады. Ал енді біз осы алда түсіндіріліп өтілген HTML-дегі H1 тегі менен P тегінің практикалық тұрғыда қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Ол үшін біз Sublime Text деген Sublime Text 3, үшінші Sublime Textқа кіріп, оның ішіндегі мына өзі жуан әріппен болып тұрған сілтемені баса саламыз. Бұл сілтеме сіздің компьютеріңіздің состояниесін біліп, сізге ұсынылған сілтеме, осыны басамыз. Басқаннан кейін күтейік. Енді жүктеліп болғаннан кейін, мынау загрузки папкасының ішінен өзіміздің жүктелген zip файлымызды екі рет басып ашамыз. Ашқаннан кейін ішінде Sublime Exe деген құжаттың үстін тағы да екі рет басамыз. Екі рет бастық. Міне уже бізде дайын болды.
бұл текстовый редактор дайын болғаннан кейін біз өзімізге HTML құжатын құрамыз. Ол үшін бір папка құрып аламыз. Оның атын HTML CSS дей салайық. Енді осы папканың ішін ашып, соның ішіне кез келген бір текстовый құжатты құрамыз. Оның атын индекс дей салайық. Бұл жерге принципе индекс деп қою міндетті емес. Өзіңізге ұнаған кез келген атты қоя берсеңіздер болады. Ал енді нүктеден кейін, нүктенің оң жағында txt деген ол файлдың форматы. Осыны біз өзгертуіміз керек. HTML-дің орнына, тексттің орнына HTML дейміз. Даны басамыз. Сізге мынау HTML форматы көрінбеуі мүмкін. Ол үшін видқа кіріп, мына жерде расширение файлов деген галочканы қоюымыз керек. Ол галочка жоқ болған жайда жай ғана индекс деп көрініп тұрады. Ал видқа кіріп, оны қоятын болса, онда индекстің оң жағында нүктеден кейін оның форматы көрінеді. Бізге осы форматының көрінуі өте маңызды. Осыдан кейін переименовайтты басып, форматын, яғни мына жерден басып, txt-ға болмаса HTML-ға ауыстыра берсек болады. Енді ауыстырып алдық. Ауыстырып алғаннан кейін файл open файлды басып, өзіміздің рабочий столдағы HTML CSS папкасының ішіндегі индекс HTML құжатын ашамыз. Ашқаннан кейін бізге ең алғашқы код, кез келген сайттың коды ең алдымен HTML кодынан басталады. Олсыз сайт орындалмайды. Сол үшін бірінші үшбұрышты жақшаға осының ішіне HTML дейміз. Содан кейін үшбұрышты жақша /HTML, яғни слэшті қойсаңыздар, өзі автоматты түрде жауап береді. HTML тегін ашып жауып алдық. Енді осының ішіне бірінші тақырыпты, одан кейін абзацты жазып көрейік. Үшбұрышты жақша H1, оның жанына H1-ді жаптық. Енді H1-дің ішіне бір сөз жазып көрейік. Алматы деп. Осы сөзді көшіріп алайық. Енді мынандай бір нюанс бар. H2 деп тапты бассаңыздар, автомат түрде H2-ні ашып жауып береді өзі. Ішіне Алматы. H3 тапты басам, ішіне Алматыны қойдым. Осылай H6-ға дейін кете береді, білесіздер. H4-ті де қоса салайын, Алматы. Ctrl+S басу міндетті. Ctrl+S баспасақ, я болмаса файл save дегенді баспасақ, ол сақталмайды. Енді біз өзіміздің папкамыздың ішіндегі жазған кодымыздың нәтижесін көру үшін папкамыздың ішіндегі индекс HTML құжатын 2 рет басамыз. Неке жазған өзіміздің кодымыздың нәтижесі көрінді. Енді біз P-ны жазып көрейік. P-ны жазу үшін P тапты бассақ, P орындала береді. Бұған енді Алатаудың басында дей салайын. Сақтайық, Ctrl+S, енді жазып көрейік. Алатаудың басында. P-ның размері өзі автомат түрде кішкентай болады, және P-ның ішіндегі барлық сөздер бір жолда тұрады. Егер осы басында деген сөзді тағы да бір P-ның ішінен P ашып, P-ны аштым да, осы басында деген сөзді қиып алып, P-ның ішіндегі P-ға салатын болсам, онда мына P уже келесі абзацқа түсіп кетуге тиіс. Біз енді нәтижесін қарап көрейік. Браузерге бардым, браузерді обновить етіп көрем, неке астына түсіп кетті. Яғни P-ның абзацпен жұмыс істеуін көріп отырсыздар. Міне осымен біз HTML тіліндегі H тақырыптармен және P-мен таныстық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.